Арыс теміржолшылар кенті. Тынысы кеңейген тілегі шаһар. Тарихы 90 тарау. Қаланың өмірі нат тұрған теміржолмен себептес. Біз бүгін туған қаламыздың тарихи орындарымен таныстырамыз. Арыс батырлар қаласы. Арыс бірінші вокзалынан түскен жолаушылар ең алдымен Кеңес одағының батырлары мен социалистік еңбек ерлерінің кеуде мүсіндері қойылған мизанға қарай қадам басады. Қаламыздың тағы да бір тарихи орындарының бірі мұражай. Мұражай облыс әкімі Сапарбаевтың нұсқаулығымен 2001 жылғы қазан айының 6 жұлдызында құрылды. Мұражай директоры Телебергенованың басшылығымен мұражай өз жұмысын жақсы атқарып келуде. Қазіргі таңда мұнда 35 мыңнан астам жәдігер, 25 тақырыптық экспедициялар және түрлі тақырыптардағы көшпелі және тұрақты көрмелер сақталған. Арыс қаласының атауы қала маңындағы Арыс өзеніне байланысты қойылғанын бұл өлкенің тұрғындары жақсы біледі. Алайда сол Арыс өзенінің тарихын бірі білсе бірі білмес. Бұл керемет аңыз ауыздан ауызға тарай отырып бүгінгі күнге дейін жеткен. Ертеректе зергердің ірі сәтті сұлу қызы болған деседі. Жас қызға сол ауылдағы қарт-байдың көзі түсіп ұдаласпақ болады. Алайда оған ырыс қарсы болады. Бірақ байлықтың мансабын күйттеген бай әкесіне мол байлық беріп көндіре бастайды. Өз тегіне қосыла алмасын білген ырыс өз-өзіне қол салмақ болады. Солайша ол ауыл маңындағы өзенге өзін тастайды. Сол күннен бері өзен ырыс аққан өзен, ал ырыс құлаған жар, қыз құлаған жар деп атала бастайды. Қазақ ауыз әдебиетіндегі ең көп таралған аңыздардың бірі мұңлық пен зарлық. Бұл аңыз Арыс төңірегіндегі шұғырлы аталатын мекенмен тікелей байланысты. Бұл аңыздың бірнеше түрлері бар. Кейбірі мұңлық пен зарлық патшаның жоғалып кеткен балалары десе, кейбірі патшаның өзі қастығында жасаған бейкүнә сәбилер дейді.